Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Балнұр. Бүгін сіздермен осындай асқабақ қосылған сондай дәмді бәліш жасайтын боламыз. Маған тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Күз және қыс айларында жасалатын пайдалы бәліш. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі сондай балғын болып шығады. Бұл десерт менің сүйікті десерттерім біріне айналды. Асқабақты сіздер жақсы көрсеңіз де, көрмесеңіз де, бұл міндетті түрде сіздерге ұнайды. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасында тұрған сары май қосамыз. Май өте жұмсақ болуы керек. Қатты болса, жұмыс жасау қиынырақ болады. Майларыңыз жұмсақ болса, қамыр жасау өте ыңғайлы болады. Барлығын жақсылап араластырып, майымызды езіп шығарамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап біркелкі болғанша июін қандырып тұрып, илеп, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Араларыңызда жаңа көрермендер болса, маған тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Және менің арнамнан қандай рецепт түрлеріңіз көргілеріңіз келеді, соны да комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер. Енді салмасын дайындаймыз. Асқабағымызды пісіріп аламыз. Үстіне қант саламыз. Шанышқының көмегімен бәрін езіп шығамыз. Үстіне жұмыртқа қосамыз. Барлығын араластырамыз. Араластырып болдық. Үстіне қоюлатылған сүт қосамыз. Осы жерде маңызды ақпарат, міндетті түрде осы түрінен алыңыздар. Себебі басқа түрінен алсаңыздар, салмасы ағып кетеді. Бұның құрамы өте жоғары, сапасы жақсы. Салмамыз ағып кетпейді, қатайып, әдемі болып, өз-өзін формасын жақсы ұстап тұрады. Араластырып шығамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Егерде асқабақты жақсы көретін жандар болса, осы видеоны жіберсеңіздер болады. Қамырымыз дайын. Енді формамызға орналастырамыз.
тапсырысқа қабылдасаңыздар тіптен керемет, құрамы өте қолжетімді. Егер де қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып жатса, аз-аздан ұн себелей отырып формамызға орналастырып шығамыз. Бұл бәліш менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап, дәмін көріңіздер. Енді үстіне салмамызды құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Қызарғанша пісіріп аласыздар. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Балнұр.